Білім берудегі бар мен жоқ, озық пен олқылық, ауыл мен қала арасындағы алшақтық, болашаққа бағдар, ұсыныс пен ұмтылыс. Қазақ радиосының әуе толқынында білім айнасы. Микрофон алдында Альмира Елімсары. Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар. Білім айнасы хабарының бұл жолғы шығарылымы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауындағы білім саласына қатысты айтылған мәселелерге арналады. Мемлекет басшысы берген ең маңызды мәселелер қатарында білім саласы, оның ішінде мұғалімдердің жалақысын көбейту, ғылым саласын дамыту, кәсіби мамандар тапшылығы, сондай-ақ аграрлық ғылымның ойдағыдай дамымауы, саладағы қордаланған мәселелер бар. Ғылымды қаржыландырудың және қолдаудың маңызды көзі ірі кәсіпорындардың, әсіресе шикізат саласындағы компаниялардың қаражаты. Ірі бизнес өкілдері өңірлік университеттердің ғылыми қызметін қамқорлыққа алса, нұр үстіне нұр болар еді, деді мемлекет басшысы. Білім саласындағы басты мәселенің бірі ұстаздар жалақысының аздығы. 2021 жылдың қаңтар айынан бастап мұғалімдердің еңбек ақысын 25%-ға көбейту жөнінде шешім қабылдадым. Жалақы мөлшері алдағы уақытта да арта береді. Бұл мақсатқа алдағы 3 жылда қосымша 1,2 триллион теңге бөлінеді. Ғылым саласын дамыту туралы да айтқым келеді. Бұл мәселеде бізге тың көзқарас пен жаңа тәсілдер керек. Сондай-ақ халықаралық тәжірибеге арқа сүйеуіміз қажет. Үкіметке жыл сайын әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында 500 ғалымның тағылымдамадан өтуін қамтамасыз етуді, сондай-ақ жас ғалым жобасы аясында зерттеу жүргізу үшін 1000 грант бөлуді тапсырамын. Жолдауда президент мына мәселені де көтерді. Кәсіби мамандардың тапшылығы, сондай-ақ аграрлық ғылымның ойдағыдай дамымауы, бұл саладағы қордаланған мәселелер. Осы бағытта атқарушы билік тарапынан нақты шаралар қабылдануы керек, деді. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті акционерлік қоғамының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Айшан Әбдіров жолдаудағы негізгі мақсат халықтың жағдайын көтеру дейді. Біздің президентіміз жолдауында біраз мәселелерді көтерді. Үлкен жобалы бағдарлама біздің экономикамызды көтеру. Енді негізгі мақсат осы халықтың жағдайын жақсарту. Сол себептен мына бүкіл саладағы жұмыстар қалай жасалыну керек, қандай жобалар болу керек, соның барлығын үкіметке тапсырма беріп, сондай үлкен алдағы жұмыстар, соған біз барлықтеріміз кірісуіміз керек деп есептеймін. Неге десеңіздер, Қазақстан біздің еліміз, біздің жағдай көтеретін артымызда келе жатқан жұртымыз бар, халқымыз бар, балаларымыз бар, жақындарымыз бар. Жолдаудағы тапсырма бойынша жыл сайын әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында 500 ғалым тағылымдамадан өтпек. Осы орайда болашақ бағдарламасы бойынша қанша стипендиат тағылымдамадан өтті? Қай сала бойынша қайда жұмыс істеп жатыр? Болашақ бағдарламасымен білім алып, ғылымның дамуына үлес қосып жүргендері кімдер? Келешекте қай мемлекеттерде тағылымдамадан өтуге мүмкіндіктер қарастырылған? Бұл туралы халықаралық бағдарламалар орталығының қоғаммен байланыс басқармасының басшысы Жігер Сәрсен айтып береді. Президентіміз халыққа арнаған биылғы жолдауында отандық ғылым саласын дамыту туралы жақсы айтып өтті. Сөз жоқ, бұл мәселеде бізге тың көзқарас пен жаңа тәсілдер керек, сондай халықаралық тәжірибеге арқа сүйеуіміз қажет деген болатын мемлекет басшысы. Осы жолда үкіметке жыл сайын әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында 500 ғалымның тағылымдамадан өтуін қамтамасыз етуді тапсырғаны белгілі. Мен егер болашақ халықаралық стипендиясына қатысты тоқталатын болсам, жалпы бағдарлама іске асырылып келе жатқан осы 26 жылдың ішінде ғылыми педагогикалық қызметкерлер санаты бойынша тағылымдамадан өту үшін барлығы 1590 стипендия тағайындалған екен. Оның ішінде 1385 адам, яғни 82% толықтай тағылымдамадан өтті деуге болады. Ал қазіргі таңда президенттік стипендия бойынша ғылыми педагогикалық қызметкерлер санатына сәйкес 40 адам тағылымдамадан өтуде. Егер мамандықтардың үлесі бойынша қарастыратын болсақ, гуманитарлық ғылымдар басымырақ 79% құрайды, техникалық мамандықтар 18%, соңында және медициналық мамандықтар 3% құрап отыр. Биылғы мамыр айында қабылданған президенттік стипендияны тағайындау үшін үміткерлерді іріктеудің жаңа ережесіне сәйкес жалпы мамандықтардың тізбесі
еңбек нарығында қажеттіліктердің орта мерзімді болжамын ескере отырып, сол еңбек нарығындағы барлық мүдделі ұйымдардың сұраныстары, талаптар негізінде жасақталатын болады. Мәселен, биылға олардың жалпы саны 180 мамандықты қамтитын болса, соның ішінде академиялық оқу үшін 85 мамандық және тағылымдамадан өтуге 95 мамандық бекітілген. Сонымен қатар 2020 жылға арналған шетелдік жетекші жоғарғы оқу орындары мен ұйымдардың тізіміне әлемнің 22 мемлекетінен 138 жоғарғы оқу орны еніп отыр. Қазіргі таңда жалпы болашақ бағдарламасының түлектері еліміздің экономика, ақпараттық технологиялар, авиация, мемлекеттік сектор, мұнай-газ саласы, білім және ғылым, медицина, заң, химия, мұнай химиясы, құрылыс, өнер, әлеуметтік сала, ауыл шаруашылығы сияқты міне осындай көптеген салаларда өздерінің жұмыстарын атқарып, тиісті міндеттерін атқара отырып, орасан пайдасын тигізіп жатыр деп айтуға болады. Мысалы, денсаулық сақтау саласында болашақ бағдарламасы арқылы білім алған түлектер заманауи медициналық технологияларды енгізу, жұмыс барысында жүрекке күрделі ота жасау, ағзаларды ауыстырып қондыру, нейрохирургия, травматология, кардиология салалары бойынша да үлкен жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Түлектеріміздің еншісінде 1000-нан астам әзірлемелер, 100-ден астам білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет пен инжиниринг салаларын дамыту бойынша әлеуметтік жобалар бар. 33 мыңнан астам жүрекке ота жасалды. 1700-ден астам емдеудің халықаралық стандарттары мен алгоритмдері енгізілді. Сонымен қатар түлектеріміздің ішінде заманауи цифрлық технологияларды дамыту және адам қызметінің барлық салаларын цифрландыру, жасанды интеллект бағыттары бойынша, мысалы бір түлегіміз Марлен Сихаев басқаратын IT хабта көптеген жобалар іске асырылып жатыр. Сонымен қатар STEAM білім беру негізінде отандастарымызға арнайы жасақталған оқу материалдары да жасалуда. Тағы бір мысал, инженерлік техникалық салада түлектеріміздің бірі Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтында ғылыми айналымға өсімдіктер карантині мен қорғау саласындағы бірегей дамуларды, сирек кездесетін зиянкес қоңыздардан зардап шеккен мына Нұр-Сұлтан қаласының айналасындағы плантациялардың жасыл белдеуін сақтаудың мысалы соңғы технологияларын енгізді. Енді айта берсем, міне осындай мысалдар өте көп, жеткілікті. Бір сөзбен айтқанда, болашақ бағдарламасының түлектері өз еңбектерімен ел экономикасын дамытуға орасан үлес қосып жатыр деп айтуға толық негіз бар. Жолдауда ауыл шаруашылығын дамытпай бәсекеге қабілетті экономика құру мүмкін емес деді президент. Осы салаға мамандар дайындап отырған Астанадағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті. Оқу орнының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Айтжан Мұхамеджанұлы аграрлық салаға мамандар дайындауда жаңа үлгі керек. Студенттерге білім беруге құрылған бағдарламаны құрастырғанда оқытушылар мен ғалымдардың қатысуымен ғана емес, өндірістегі бизнеспенен бірге жасалу керек дейді. Кімге біз маман дайындаймыз? Солардың талап тілектері мен мүдделерінен шыққан жөн. Сонда ғана салада алға ілгерілеушілік болмақ. Ауыл шаруашылық, не болмаса аграрлық әрі сапалы білім туралы президент көп әңгіме айтты, тапсырма берді. Соның ішінде мысалы жоғарғы оқу орындарындағы білімнің сапасын көтеру. Оның қазіргі жолдары бар, оны біздің университетімізде біз қолданып, осы жолға қуып деген сияқты, осы сапаны біз көтеруге қазір енді осының тәсілдеріменен бөлісуге дайынбыз. Соның ішінде әсіресе білімнің сапасын көтеру үшін ең бірінші студенттерге арналған, білім алушыларға арналған оқу бағдарламалары жай біздің ұстаздар мен мұғалімдер мен ғалымдармен ғана емес, мына өндірістегі бизнеспенен бірге жасалыну керек. Неге десеңіздер, ең бірінші біз кімге осы мамандарды дайындаймыз? Солар айту керек, қандай маман болу керек қазіргі кезде, қандай сапасы, қандай компетенциясы, қандай мүмкіншіліктері болу керек. Соның барлығын біз бағдарлама жасаған кезінде әрбір оқу бағдарлама, былай айтқанда әрбір мамандық бойынша осы оқу бағдарламаларын барлығын жаңадан қарастырдық. Соның ішінде үлкен тәжірибе мына біздің шетелдегі партнерларымыз бар. Ол мысалы Калифорниядағы Дэвис университеті және Агропарижтех, ол Франция. Бұл екі ғылым зерттеу университеттердің осы жердің жүзіндегі ауыл шаруашылық саласындағы бірінші және төртінші орындарында тұрған жоғарғы оқу орындары. Солардың тәжірибесін қолданып, біз жаңадан біздің мамандарды ауыл шаруашылығына әсіресе жаңадан мамандарды дайындауға кірісіп жатырмыз.
және қазіргі таңда, қазіргі кезде білім ғана беру емес негізгі мақсат. Жаңағы студенттеріміз, болашақтағы мамандар, олар осы білімді, не болмаса жаңа білімді өздері табуға дайын болу керек. Және екіншіден, осы жаңа білімді олар өз саласында қолдану білу керек. Сол себептен оны қалай қолдану керек екенін біз мысалы оны үйретуіміз керек. Біздің университетімізде осы практикалық машықтану жағынан көп жұмыс жасалынған. Біріншіден, бізде әртүрлі цехтар бар. Бүгін ауыл шаруашылыққа қажетті өнімдерді өңдеу, әсіресе ол ет өнімдері, сүт өнімдері, мысалы май шығару, өзіміздің наубайхана бар. Соның ішінде біздің студенттеріміз өз қолдарымен жұмыс істеп, әртүрлі мысалы тәсілдерді қолданады, әртүрлі рецепттерді қолданады, мына дәмін өзгертеді, сапасын сақтауын үйренеді. Соның барлығын қандай жабдықтар бар, соның тізімін біледі, олардың жұмысын біледі, жұмыс принципін мысалы. Ертең басқаша айтқанда, ол жұмысқа, осы университетті бітіріп, жұмысқа орналасқан кезінде, біріншіден, бос орын болса, соған барады, бірақ та ол университет бітіргеннен кейін, оның өз мүмкіншілігі бар, өз кәсібін ашу мысалы. Дайын маман. Мысалы, цех болса, ол цех, ол сатып ала ма, ертең жабдықтарды банктен ақша ала ма. Және біз мысалы кәсіпкерлік негіздері деген пәнін осы ақырғы 5 жыл бойы бүкіл студенттерге, әрбір мамандықтарға бәріне бірдей оқимыз. Мысалы осы бизнесті қалай ұйымдастыру керек, қалай оны ашу керек, қалай ары қарай жетілдіру керек деген сияқты. Осы тәсілдерін, осы әдістерін олар біледі. Сол себептен қазіргі кездегі маман біреуге барынып, жалынып, енді орын болса орналасар, бірақ та негізгі мақсат ол өз бизнесін, өз кәсібін ашқаннан кейін жаңа орындар болу керек. Жұмыскерлерге мысалы. Негізгі мақсат сода. Сол себептен қазіргі енді ауылдағы, ауыл шаруашылықтағы қандай жаңа техника қолданады, қандай жаңа технологиялар қолданады, және ғылымды қалай қолдану керек. Ғылым берген білім, бұл жаңа білім. Соны қалай қолдану керек. Сол бүкіл тәсілдерді, ол осы жерде әдістерді үйрену керек. Сонда ғана ол жаңа маман болады. Мына ауыл шаруашылығын көтеру үшін, оның сапасын, өнімдерінің сапасын жақсарту үшін. Сол себептен міне осы қазіргі кезде мамандарды осы әдіспен, осы жолменен дайындау керек. Қолжетімді әрі сапалы білім туралы айтқан президент нарық сұранысына қажет мамандықтар дайындау өзектілігіне тоқталды. Жаңа кәсіпкерлер легіне басымдылық жасалмақ. Сол үшін мектептен бастап жоғарғы оқу орындарына кәсіпкерлік негізін үйретуіміз керек деген мәселені айтты. Нарық сұранысына қажет мамандықтар әсіресе ауылдық жерде тапшы. Жастар ауылға барғысы келмейді. Неге? Біздің ауыл шаруашылық мамандықтар мысалы 19 жоғарғы оқу орында бар. Октраном болсын, не болмаса инженер-механик болсын, мал шаруашылығы болсын, ветеринария болсын, ол басқа жоғарғы оқу орындарында да бар. Бірақ та осы Қазақстанда 3 арнайы оқу орын бар. Ауыл шаруашылық саласына маман дайындайды. Әрине, ауылға бару үшін ауылда мысалы жас маман. Ол енді распределение болған кезінде енді жолдама алады ғой ауылға. Сол кезде барады. Бірақ та ол өзі бару керек, о жаққа өзі ұмтылу керек, тартылу керек. Сол үшін біздің мемлекет оған жағдай жасау керек. Мысалы, оның тұратын жері, болашақтағы балалары баратын мектеп, ауырып қалса жазылуға мүмкіншілік болу керек, осы заманауи болу керек. Сол кезде бүкіл жағдай жасалған кезінде, мысалы соның ішінде интернет та бар, жол бар. Сонда басқаша айтқанда ауыл менен қаланың айырмашылығы онша көп болмаса, сол кезде ол адамдарды қызықтырады. Сол кезде мысалы ана біздің бітірген мамандар, осы түлектеріміз, олар сол жаққа қызығып барады деп мен оған сенемін, мен білемін. Мына студенттермен көп әңгімелесеміз ғой. Сол кезде сауалнама болсын, жай әңгімелескен кезінде, сонда ең бірінші мәселе сол. Соны шешсе, онда біздің жас мамандар ауылға қуанып барады. Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер білім айнасы хабарын тыңдап отырсыздар. Хабардың бұл жолғы шығарылымы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауындағы білім саласына қатысты айтылған мәселелерге арналып отыр.
Ғылым саласына тоқталған мемлекет басшысы тапқан табыстың 1%-ын ғылым мен технологияны дамытуға беру туралы қолданыстағы норма талаптары сақталмай отыр. Көп жағдайда бұл қаражат компаниялардың ішінде бөліске түсіп кетеді. Үкіметке осы қаражатты жинақтау ісін орталықтандыруды және оның бюджет арқылы жалпыұлттық ғылыми басымдылыққа сай бөлінуін қамтамасыз етуді тапсырамын деді. Қазақ ұлттық аграрлық университеті жеміс көкөніс шаруашылығы мамандығының докторанты Балнұр Қабылбекова аграрлық білімнің орны қашанда ерекше дейді. Жалпы ауыл шаруашылығы халықты азық-түлікпен қамтамасыз ететін экономиканың басты саласы болғандықтан, ондағы ғылымның орны бөлек. Аграрлық ғылым өте қызықты бағыт. Түрлі зерттеулер жүргізіп, тәжірибелер, селекциялық жұмыстар жүргізіп, нәтижесінде ел пайдасына тиетін инновацияларды әзірлеуге болады. Ал агробио әртүрлілікті сақтау, топырақ, өсімдіктер, жануарлар ген қорын сақтау тіпті келер ұрпақ үшін де маңызды. Әрбір саланың қиындықтары болады деп ойлаймын. Бірақ бастысы берілмеу, өз ісіне адал болу және талмай еңбек ету. Жас ғалымдарды қолдау. Мемлекет басшысы жас ғылым жобасы аясында зерттеу жүргізу үшін 1000 грант бөлуді тапсырды. Біз сұхбаттасқан жас ғалым Балнұр Жасұланқызы қазіргі күні жеміс-жидек дақылдарының ген қорын биотехнологиялық жолдармен сақтау бойынша жұмыс жүргізеді. Алма мен ген қорын сақтау бойынша диссертациялық жұмысын аяқтаған. Жұмыс биотехнологиямен тығыз байланыс болғандықтан уақыттың басым бөлігі зертханада өтеді. Ғылыми жобаларға қатысып, ғылыми мақалалар жазады. Бір кездері жұмысыма қолымды сілтеп, шегінгім келген сәттер болған. Ол жұмысымның қиындығынан емес, жұмыс жасауға жағдай жасалынбағандықтан, қаржылық кризистен шаршаған кез болды. Сол кезеңде менің жұмысымды жалғастыруға бірден бір қолдау көрсеткен ғылыми жетекшім, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Ковальчук Ирина Юрьевна себепші болды. Ол кісі маған өзінің бар білгенін үйретіп, 40 жылдық тәжірибесімен бөлісіп, әлі күнге дейін жол көрсетіп келеді. Ол кісі маған өзінің осы Қазақстандағы алғаш рет жасаған жұмыстарымен бөлісіп, және менің соны армен қарай жалғастырып дамытуыма үлкен жағдай жасап, көмектесіп жүр. Сондай-ақ Ирина Юрьевнаның байланысы арқылы Америка құрама штаттарында Орегон штатының университетіне тағылымдамадан өтуге бардым. Сонда доктор, профессор Барбара Рид деген кісінің жұмысымен шабыттандым. Ол кісі ғылымға 35 жасында келсе де, үлкен жетістіктерге жеткен. Өмірінің соңына дейін Орегон университетінің құрметті профессор атағы бар. Осы кісілермен бірге жазған мақалам Scopus базасына кіретін алдыңғы қатарлы шетелдік басылымда жарық көрді. Сол кезде кішкентай жетістік болса да бір марқайып, әрмен қарай өзімнің жұмысыма құлшынысым, шабытым ашыла кеткендей болды. Қазіргі ғылым саласында жүрген жастардың көпшілігіне оңай емес. Үлкен талап, еңбек қажет және бағыт беруші ұстаздың рөлі өте маңызды. Егер орта буын жастармен бөлісіп, оларды қызықтырып, тәрбиелей білсе, онда ғылымға кездейсоқ емес, арнайы қызығып келетін жастар көбейеді деп ойлаймын. Өйткені ғылым саласы өте қызық және адамның көкірегін оятатын сала деп білемін. Ғылым саласы бүкіл әлемді айқара ашып, үлкен мүмкіндіктер береді. Қазіргі таңда институт Голландия, Германия, Россия, Беларусь, Франция және Америка құрама штаттарының ғылыми зерттеу ұйымдарымен, университеттерімен тығыз байланыста жұмыс жүргізіп жатыр. Соның ішінде біздің саламыз бойынша Америка құрама штаттарының Орегон штатында орналасқан Орегон репозитории ген банкімен тығыз жұмыс жасаймыз. Ол кісілермен ген қоры алмасуда және зерттеулер жүргізуде, эксперименттік тәжірибелерде үлкен консультациялық қолдау аламыз. Болашаққа әрине жоспар көп, мақсат көп. Сондай-ақ бәрі де жақсы болар, жақсы жағына өзгерерміз, бәрі керемет болады деген үміт те бар.
Болашақта ғылыми жұмыстармен қатар ғылым саласында әкімшілік ұйымдастыру жұмыстарын да қатар алып жүрсем деймін. Ғылыммен айналысып қана қоймай, оған жағдай жасау, ұйымдастыру өте маңызды деп білемін. Бізге елімізді ғылыми технологиялық тұрғыдан дамыту жөніндегі арнаулы бағдарламалық құжат қажет. Оның басты міндеті ұлттық деңгейдегі нақты мәселелерді шешуге ғылымның әлеуетін пайдалану болмақ, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Білім және ғылым саласындағы жиі айтылып жүрген бір мәселе студенттердің өндіріске барып машықтануы, өндіріспен байланыс. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті акционерлік қоғамының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Айтжан Әбдіровтің айтуынша, оқу орны балаларды ауылға жіберіп, көзбен көріп, қолмен ұстауға, болашақ мамандығының қыр-сырын меңгеруге баулиды екен. Қазіргі кезде, мысалы, біз енді әрине мына практиканы өткен кезінде студенттер көбіне біздің студенттерді ауыл жерге жібереміз. Сол жерде олар болу керек, сол жерде өндірісті көру керек деген сияқты өз көздеріменен, және ертең сол жақта жұмыс істей ме, бір болашақтарын ойға асыратындай сондай бір жағдай жасалынады ғой. Бірақ та енді біз осы кеше ғана біздің университетімізге жаңа статус берілді. Үкімет бойынша жаңа қаулысы шықты. Енді біздің университетіміз зерттеу университет. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университет деп аталынады. Енді ол не деген сөз? Бізге қосымша мына 3 мекеме берілді, қосылды. Қазір таңда 2 ғылыми зерттеу институттары, осы ауыл шаруашылығы саласындағы, және солтүстік Қазақстан машықтану ауыл шаруашылық станциясы. Енді ол болашақта енді келесі жылдан бастап біз осы мекемелердің базасын оқу үрдісіне қосамыз, оны қолданамыз. Мен бағана айтып кеттім ғой, біздің студенттерімізге біздің мақсатымыз машықтану жағынан, практика жағынан білім беру керек. Өз қолдарымен жұмыс істеу керек. Сол сияқты міне солардың жаңағы мекемелердің біз базасын қолданамыз. Лаборатория болсын, оның жері болсын, малы болсын. Соның барлығын студенттер өз қолымен жұмыс жасап, сол жақта лабораториялық жұмыстар жасайды, практикалық жұмыстар, оны мына өндірісті қалай жүргізу керек екен, мына өсімдік шаруашылық болсын, мал шаруашылық болсын, соның барлығын сол жақтан үйренеді. Тағы келесі қадам жасау үшін білім енді жетіспейді ғой. Қайтадан оларға теория, аудиторияға отырғызып, теория береміз де, қайтадан ауылға жібереміз. Мысалы, осы әдіспенен ары қарай оны білімін көбейтіп, жаңағы компетенциясын көбейтіп, ары қарай жұмыс істеуге дайын болуын қамтамасыз етеміз. Жолдауда ұлттың жаңа болмысы туралы айта келіп, мемлекет басшысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек деді. Бұл көзқарас бүгінгі күні өте маңызды. Біріншіден, 21 ғасырдың ұрпағы терең білімді болғаны жөн. Екіншіден, жас буынды ерінбей еңбек етуге бейімдеу қажет, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қадірлі радио тыңдаушылар, әрқашан мемлекеттің ерекше назарында болуға тиіс мәселелерді саралаған жолдаудағы білім мен ғылымға байланысты мәселелердің бір парасы осындай. Хабарды дайындап жүргізген Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Гүлжанат Байшотқызы. Аман, сау болыңыздар.